Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында өзім қолданып жүрген керемет пиццаның рецептісінің құпиясымен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер, ешқандай азық-түлігіңіз ысырап болмайды. Шеттері қытырлақ, ортасы қамыры өте нәзік, жұп-жұмсақ болып шығады. Ең алдымен апарамызды дайындап аламыз. Ол үшін 400 мг жылы суымызға 2 ас қасық қантымызды және де 1 ас қасық толтырмай ашытқымызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, жылы жерге 10-15 минутқа қойып қойыңыздар. Бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Енді електен өткізіп 650 грамм ұнымызды ыдысымызға салып аламыз. Ұнымызға 1 шай қасық тұзымызды салып, және осы апараны сұйықтығымызды 2 бөлікке бөліп, қамырымызды илейміз. Қамырымыз толықтай біріккеннен кейін, илеп алғаннан кейін, иінін қандырып 5 минуттай илейміз, және де 3 ас қасық сұйық май қосамыз. Қамырымыз бен сұйық майымыз араласып кеткенше жақсылап қамырымызды илейміз. Қамырымыз осындай жұмсақ болады. Видеода көрсетілгендей жұмсақ болуы тиіс. Енді осы қамырымызды бетін жауып, көтерілгенше 1-1,5 сағат айналасында жылы жерге қойып қоясыздар. Енді мен ортасына жағуға кетчуп пен майонезді пайдаландым. Екеуін жақсылап араластырып алдым. Қамырымыз осылай үлкен болып көтерілді. Қамырымызды жаймендеп аламыз. Енді 1/4 бөлікке бөліп аламын. Осы қамырдан бізден 4 пицца шығады. Күлшелеп алып, өзімізге керекті күлшені қалдырып, қалғанын бетін жауып қойып қоямыз. Нан тақтайымызды алып, аз-маз ұн сеуіп, қамырымызды дөңгелекше етіп жаямыз. Қатты жұқа да, қатты қалың да етіп жаймаймыз. Орташа етіп жаямыз. Қамырымыз слайм сияқты өте жұмсақ. Және де көтерілгенде де жұқа қылып жасаңыздар, жақсы көтеріледі. Қамырымызды жайып алғаннан кейін табамызды майлап, қамырымызды табамызға орналастырамыз. Кетчуп майонезімізді жағып, шұжықтарымызды өте жұқа етіп кесіп, бетіне қойып шығамыз. Кез келген шұжықты пайдалана берсеңіздер болады. Осылай қойып шығамыз. Енді бетіне үккіштен өткізіп, ірімшігімізді себеміз. Ірімшікті өздеріңіздің қалауларыңызға қарай көп немесе аз қылып сепсеңіздер болады. Енді осы пиццамызды
алдын ала қыздырылған пешімізде 220 градусқа қыздырып 10 минут беті қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей пиццамыз дайын болды. Өте жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер, каналға жазылыңыздар.